Саламатсыздар ма? Бүгін біз Қазақстандағы Атырау қаласының бір аптекасын толықтай шолу жасаймыз. Мына оң жақ бағытымызда Чудо компаниясы, бірақ Агуша ғана қойып қойған. Агуша енді біздің жастарымызға, кішкентай балаларға бүлдіршіндерге өте пайдалы нәрсе болғандықтан ол әдемі, керек деп ойлаймын. Ал мына оң жағымызда давление өлшейтін. Ол өте жақсы және тегін екен. Ол жерден давление өлшейсіз, және ұнаса ол жерден сатып алуға да болады. Және дәрі-дәрмегіңізді аласыз. Енді мына дәрі-дәрмектерге тоқталатын болсақ, сместер бар екен, салфетканың ішінде маған көзге түскен Нико. Қазір сұранысқа өте жоғары Нико жүрген. Және де кремдер, соска, бутылка, солар. Және де тіске арналған нәрселер. Тамаққа, тіске. Мына жерде мен көргенім Ессентуки енді магазинде сатылады, бірақ аптекада сатылады. Аптекада сатылу себебі өте таудан шығатын болған пайдалы нәрсе де. Ессентуки 17-4 деп бөлінеді. Ал мына жерде бурабай, ода пайдалы және су. Мына судың ол жерде тұрғаны дұрыс па, аптекада бұрыс па? Оны пікірге жазып кетіңіздер, өздерің ойларыңызды. Менің ойым, бұл жерге мысалы ауырып келеді, дәріні ішу үшін су таппай қалады да, магазин іздеу керек болады. Сол себептен осы жерден алып ішуге қолайлы ретінде істеп қойған деген ойым. Мына жерде жақсы екен. Және де детский заттар, жас бүлдіршіндерге істеп қойған тамағына. Жақсы екен жалпы. Мына жақта уже жас балаларға, тамаққа, жөтелге, сондай іші бәрі таза, жарық, ең бастысы қолайлы. Бәрі заңды түрде чек шығарады, Каспиймен, бәрімен өте таза, жақсы екен. Алдағы уақытта осылай аптекаларға тоқталып кетемін. Бүкіл Қазақстанның аптекаларына тоқталатын боламын. Шолу жасаймын, полный, қандай жерде қандай қателіктер бар дегендей. Егер де сіздерде өздеріңіз мен білмеген қателіктер болатын болса, комментке жазып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің біздерге қолдауларыңыз өте қажет.